Сәлеметсіздер ме менің ютубтағы оқырмандарым. Бүгін біз алмалы пирог жасаймыз. Айранға ас содасын көпіртіп қоямыз дайындап. Жақсылап көпіргенше. Одан кейін 2 жұмыртқаға 200 грамм құм шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай шекері ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы айранымызды, көпірген айранымызды құйып, жақсылап құйып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, одан кейін ұнымыз бен жаңағы қопсытқышымызды саламыз, разрыхлительді. Жақсылап араластырып, қопсытқыш пен ұнымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз қамырымызды. Осындай қамыр дайын болу керек. Оның үстіне мен ванилин қосамын. Ванилин қосып, жақсылап араластырып, кейін дайындап қойған алмаларымызды, турап қойған алмаларымызды салып, араластырып аламыз. Кейін қызып тұрған тапамызға, бір алдын ала пешімізді дайындап қоямыз, қыздырып, соған қызып тұрған тапамызға осы дайын болған қамырымызды құйып, 180 градусқа пісіріп аламыз жарты сағатқа. Кейін дайын болған пирогымызды зубочисткамен, тіс шұқығышпен осылай тексеріп көресіздер. Егер жабысып шықса, іші піспеген, жабыспай шықса, дайын болған деген білдіреді. Одан кейін өз қалауларыңызша сахарный пудра, қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызша сеуіп сәндейсіздер. Одан кейін міне пирогым дайын. Ауызда еритіндей жұмсақ пирог дайын болды. Сіздерге кеңес берем, жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.